Бір белең алған мәселе бар бұл жерде. Көпшілігінде тұрмысқа шықпаған, болмаса үйленбеген жігіттер көп. Енді мен өзімнің Астана қаласынан келгеннен кейін сол жақтың көлемдегі жастардың арасынан айтып отырмын. Шымкент облыстан емес негізінде. 30-дан асқан, 35-ке келген, үйленбеген жігіттер бар. Былайша айтқанда өте жақсы, білімді, әдемі, барлығы жеткілікті. Бірақ үйленуге келгенде бір кертартпа бар. Бұл не жағдай? Бұл тағы да, мысалға, ол бала жас күнінде әкесінен естіген сөзі болуы мүмкін. Неге үйлендім, жүре бергенім дұрыс еді, осы проблема маған керек беді. Мысалға, аяғыма тұсау болдың, қызғаныш, болмаса күнделікті жаңа есеп беру әйеліне деген секілді, қашан келдің, қайдан келдің деген сияқты сұрақтардан мен шаршадым, мен неге үйлендім, мысалға, жұмысым бар, басқа бар деген секілді неге жүре бермеске. Осындай санада қалып қойған жаңағы жадындағы жаңғырықтар деп айтуға болады. Жігіттің мысалға үйлеуіне, болмаса қыз баланың үйлеуіне осындай бір үлкен кедергілер келтіреді екен. Ол бейсаналы түрде, оны білмейміз.